саламатсыздар ма? Менің есімім Гүлшат Мусиева Алпанқызы. Мен осы Құлсары қаласындамын қазір. Негізі өзім Атырауда тұрам. Енді айтайын дегенім мына бальзам жайында. 2008 жылы қолыма менің витилигі шығып, алапес дейміз ғой, енді витилигі шығып, сол осы Құлсарының больницасына, кожаный больницасына бардым. Сонда маған жалпына белок пятен деп беріп еді. Берді, майсын берді, шетін берді, нелерін. Ешқандай нәтиже болған жоқ. Содан мен басқа да нелерге де кіріп іштім. Баобабты да іштім, Коралды да іштім, Элипосимді де іштім. Олардан ешқандай нәтиже болған жоқ. Енді оларды жамандамайын. Енді нәтиже болмағанда қолының витилигісі кеткен жоқ. Просто ішімді тазалап, ощущение жасап нетті. Содан мен тамыз айында 20-сында болды да, айтты ғой, 3 күн айтты. Мен Ақтауға барып, сонда Гүлжамал ханым айтып маған солына витилиг жөнінде ішіп көрші осыны деп, Гүлжамал ханым. Содан мен ішіп 3 күнде маған нәтижесін көрсетті бұл нанобальзам. Содан мен 2 ай іштім. 2 ай, мына 4-еуін 2 айға жеткізіп іштім, 4 несін бальзамды 2 айға іштім. Қазір мына қолымда витилигі жоқ. Міне, мына сыртында витилигінің бәрі кетті, алапестің бәрі. Енді іш жағында ағарғандары, мына кожамның цветі болып өзгеріп келе жатыр міне. Бұның нәтижесі көрініп тұр міне. Мен бұрын осы базарда мені көбі таниды, осы Құлсарда. Мен гүл сатам, оформление орайым, подарок жасайым, қолымнан жаман қысылатын едім, ұялатын едім. Қолыма бұндай қолға перчатка киетін едім. Адамдар қарағанда нетпесінші деп. Болады ғой, жиіркенеді, нетеді, сондай нетпесінші деп мен. Соны қазір енді ұялмаймын ешкімнен де. Нетем міне, мен даже айқайлап айтқым да келеді. Қуанып тұрмын, мына қолымның витилигі кеткеніне. Ішіме сыймай жатыр, шынымды айтайын. Енді осы өнімді ішіңіздер деймін, нәтижесі өте жоғары. Мен семьямызбен бәріміз ішіп жатыр осыны, жолдасым, балдарым бәрі де ішіп жатыр. Ағаларым да, жеңгелерім де, бәрі де енді. Ағайын тумаларым бәрі ішіп жатыр, апам да ішіп жатыр. Апам да кезінде операция жасалған, оңды ауруды қозғап жатыр, ауруымды ауыртып жатыр, қозғап жатыр, не істеймін деп ода неткенде. Іше бер дедім ғой, қазір енді өзіме келеді, менде бітті, қайда продукция ішем деп бәрін нетіп тұр. Бұл енді ішіңіздер деймін, сапасы көріп тұр, енді көріп тұрсыздар, результат на лице дейді. Енді мен бәрінде нетіп тұрмын, қуаныштымын. Ішіңіздер бальзамды өзіміздің Қазақстанда өндірілген, 189 шөптің құрамынан жасалған, енді өзімізден. Нәтижесі жақсы, енді 180 давленияны 120 қылып тұр, нормализовать етіп тұр давленияны. Енді не айтам, бұрын басым таңертең тұрғанда есі алаң болып, басым ауырып, бір нетіп әлсіреп сөйтіп жүретін едім. Қазір деген кешкі сағат 10-11-де ұйқы басады. Бұрын ұйқым жоқ еді. Қазір ұйқы басады, таңда 5-6-да уже атып тұрамыз кәдімгідей. Ешқандай басымыз да ауырмайды, дәріні де тастадық. Сумкімізден қалмайтын еді негізі тетрамонымыз. Қазір дәріні де ішпейміз. Жақсы кәдімгі. Өзімде жеңіл сезінем. Кәдімгідей жүгіріп жүрген, кәдімгі тез қимылдап нетіп. Енді сондай, енді жақсы, енді ішіңіздер өнімді дейін. Жақсы несі. Результаты деген мынау деймін енді. Бәріңізге де ем болсын.